Қайырлы күн барша көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге символ салатын дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып отырамыз. Алдымен салатымыздың құрамына қажетті заттарын дайындап аламыз. Бөлек тарелкаға 2 жұмыртқамызды жарамыз. Араластырамыз және 2 ас қасық майонез қосамыз. Үстіне дәміне қарай аздап тұз қосамыз да жақсылап араластырып аламыз. Қызып тұрған табамызға құйып, 2 жағын аударып пісіріп аламыз. Видеода көріп отырғандарыңыздай 4-ке бөліп аударып пісірсеңіздер де болады. Табамыздың түбіне май жақпай пісіргендіктен бірден аудару қиын болады, сол үшін осылай 4-ке бөліп аударып алыңыздар. Піскен жұмыртқамызды тарелкаға салып аламыз. Енді қиярымызды соломкаға тураймыз. Ыдысымызға салып аламыз. Келесі алмамызды да соломка етіп тураймыз. Қыздар, міндетті түрде жасыл алма пайдаланыңыздар. Қиярымыздың үстіне саламыз. Пісіріп алған жұмыртқамызды да соломка етіп тураймыз. Алдын ала пісіріп алған тауықтың төс етінің жартысын ғана тураймыз, қыздар, жартысының өзі жетеді. Оны да соломка етіп тураймыз. 20-30 грамм грек жаңғағын пышақпен майдалап турап аламыз. Тарелкаға жартысын салып аламыз да, біраз бөлігін бетіне сепкенге алып қоямыз. Енді майонезімізді құйып, жақсылап араластырып аламыз. Тарелкамызға саламыз. Бұл рецептпен 2 тарелка салат шығады. Бетіне ұсақтап алған жаңғағымыздың дәмін сеуіп шығамыз. Міне осымен біздің салатымыз дайын болды. Өте жеңіл, өте оңай дайындалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнаса менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдыда әлі де неше түрлі рецепттер салатын боламын. Сіздермен бірге болған меруерт ас болсын.